Сәлеметсіздер. Біз бүгін домбыра тартып үйренудің алғашқы қадамдарын жасайтын боламыз. Ол үшін домбыраның мойындағы 9 тұғырмен танысайық. 9 тұғырға арналған арнайы жаттығу жүйесі бар. Бұл 9 тұғыр жаттығулар жүйесі деп аталады. Мен қазір осы 9 тұғырды сіздерге тартып ойнап көрсетейін. Содан кейін әрбір тұғырға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Міне осы жаттығу түрі 9 тұғыр жаттығулар жүйесі деп аталады. Енді кезекті әр тұғырға жеке-жеке беретін боламыз. Қазір бірінші тұғырдың жаттығуымен танысайық. Бұл бірінші тұғырдың жаттығуы мынау бірінші нүкте мен екінші нүктенің аралығында болады. Өздеріңіз байқағандай домбыраның мойнында 7 нүкте болады. Ал енді қағысқа келетін болсақ, әр дыбысты кезек қағыспен алып отырамыз. Яғни төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Бірінші тұғырдың дыбыстары. Міне мынау сол қолдың астыңғы саусақтары сұқ саусақтан бастап бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп саналатын болады. Ал үстіндегі саусағымызды бәрімізге бұл белгілі саусақ бармақ деп аталады. Бармақ дейміз. Енді тағы бір қайталап өтейін. Мінекей осы тұғырдағы алғашқы дыбысты ашық бастаймыз. Келесі дыбыс бірінші саусақпен басылады. Енді одан кейінгі дыбыс бір пернені қалдырып, үшінші саусақпен үшінші пернені басқанда естілетін болады. Келесі мынау төртінші пернеде мынау осы тұғырдың соңғы дыбысы орналасқан. Енді кейін қарай ойнаймыз. Бірінші саусақпен басамыз. Ашық тартылып аяқталады. Соңында 3 қағыспен тартылады. Енді тұтастай тағы бір ойнап көрсетейін. Енді екінші тұғыр. Екінші тұғырды ойнаған кезде мынау үстіңгі шектің дыбысын бармақпен басамыз. Бұл мінекей екінші нүктеде орналасқан. Ал астыңғы шектегі дыбыстарды бірінші саусақпен, одан кейін екінші саусақпен,
сосын төртінші саусақпен басамыз. Екінші тұғырдың бірінші дыбысы мінекей екінші нүктенің алдындағы пернеде орналасқан. Келесі тұғыр үшінші тұғыр деп аталады. Бармағымызды үшінші нүктеге басып, үшінші нүктедегі пернені басқаннан кейін астыңғы шектен мінекей екінші нүктедегі пернеден бастап ойнайтын боламыз. Бұл үшінші тұғырда бірінші саусақпен бірінші дыбысты аламыз. Келесі дыбысты екінші саусақпен аламыз. Үшінші дыбысты төртінші саусақпен аламыз. Сонда мынадай ойын жаттығу шығады. Енді төртінші тұғыр жаттығуы былайша тартылады. Бармақ сол күйінде үшінші нүктеде қалады, ал енді астыңғы шектен екінші саусақпен бастап ойнаймыз. Міне өздеріңіз байқап отырсыздар, бұл тоғыз тұғырдың ішіндегі бір ерекше тұғырлардың бірі. Өйткені бұнда мінекей ойын екінші саусақпен басталып тұр. Одан кейін төртінші саусақпен басылады. Бір пернені қалдырып басамыз. Содан кейін келесі пернені басқанда да осы төртінші саусақты көтермей сырғытып, жай ғана жылжытып басамыз. Содан кейін қайтадан алдындағы дыбысты алған кезде төртінші саусақпен басып, сосын екінші саусақпен аяқтаймыз. Енді ойын кезі қалай естіледі екен, қалай көресіздер мінекей. Тағы бір бақылап көріңіздер. Міне төртінші тұғырдағы дыбыстар осылай тартылып ойналады. Тағы бір қайталап көрсетейін. Енді бесінші тұғырмен танысайық. Төртінші нүктеге, үстіңгі шектегі пернеге бармақпен басамыз. Астындағы шектегі дыбысты бірінші саусақпен, екінші саусақпен және төртінші саусақпен басамыз. Бұл әрбір тұғырда тек қана үш дыбыстан ойналатын болады. Бесінші тұғырда да сол үш дыбыс. Бірінші дыбысты бірінші саусақпен басамыз. Екінші дыбысты екінші саусақпен аламыз. Соңғы дыбысын төртінші саусақпен тартамыз. Кейін қарай екінші саусақпен, сосын бірінші саусақпен аяқтаймыз. Тұтастай ойнағанда былай естіледі. Алтыншы тұғырдың дыбыстарымен танысқан уақытта бармағымызды бесінші нүктенің үстінен басып, астыңғы шектегі үш нүктедегі дыбыстарды ойнайтын боламыз. Төртінші нүктедегі, бесінші нүктедегі және де алтыншы нүктедегі дыбыстар осы алтыншы тұғырға жатады. Тағы қайталап көрсетейін. Енді жетінші, сегізінші, тоғызыншы тұғырлардың жаттығуларын тартқан уақытта үстіндегі шекті бармақпен баспаймыз. Ашық күйінде қалдырамыз. Тек астыңғы шектегі дыбыстармен
тартып жаттығып ойнаймыз. Мінекей 7-ші тұғырдың дыбыстары. Қайталап көрсетейін. Міне бұл 7-ші тұғырдың дыбыстарда 6-ші тұғырдағы дыбыстар сияқты арасынан бір перне қалдырылып ойналады. Бірінші саусақпен, екінші саусақпен және төртінші саусақпен. Енді 8-ші тұғырды ойнаған уақытта бірінші саусақпен басамыз. Мінекей 6-шы нүктеден. Содан кейін бір перне қалдырып екінші саусақпен аламыз. Және де мына 7-ші нүктедегі дыбыспен аяқтаймыз. Сонда мінекей 4-ші саусақты, яғни шынашақты бұл ойында пайдаланбаймыз. Бірінші, екінші, үшінші саусақпен ғана тартып ойнаймыз. Бұл 8-ші тұғырдың жаттығуы. Енді 9-ші тұғырды ойнаған уақытта мынау 7-ші нүктенің алдындағы пернеден бастаймыз. Бірінші саусақпен басамыз. Келесі пернені екінші саусақпен басамыз. Және де ең соңғы пернені, 18-ші пернені 4-ші саусақпен басып ойнаймыз. Қайталаймын. Мінекей, біз қазір мінекей 9 тұғырмен толықтай танысып шықтық. Енді тағы да бір тұтастай ойнап көрсетейін. Бұл жаттығу түрін 9 тұғырды толық тарту деп айтуға болады. Мінекей, басынан бастап ойнап көрсетемін. Тоғыз тұғыр жаттығуларымен толық танысып шықтық. Енді осы 9 тұғырдың астыңғы шектегі ойналатын жаттығуларымен таныстық. Әрине, бұның жалғасы бар. Бұл мынау үстіңгі шектен де ойналатын жаттығу түрлері бар. Бұл және де мажорлық латта орындалса, қазір минорлық латтада орындалатын жаттығу түрі бар. Оны енді алдағы сабақтарда танысып, ойнап, үйренетін боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.